Атымтай жомарт, дүниеге аты шыққан жомарт жан. Өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын ескі киімін киіп, еңбек етуді әдетке айналдырған. Жомарт, өзіміз елге үй, киім, тамақ беретін жомарт жансыз. Сонда тұрып, неге осылай еңбек етесіз? Байлығымыз бар емес пе? Біріншісі, байлық, жақсы киім адамды менмендікке салып жібереді. Көңіліме жел кіріп, кедейлерден безіп кетпейін деп, қарапайым өмірді ұмытпау үшін еңбек етемін. Екіншісі, бай бола тұра жұмыс істесем, кейінгі ұрпаққа үлгі боламын, еңбек ергесін. Үшіншісі, өз еңбегіммен тапқан нанның дәмі тәтті, еңбекпен келген ризық жанға шипа. Төртіншісі, байлық Алланың аманаты. Өзім сынып кетсем, қайырымдылықтан айырылып қаламын ба деп қорқамын. Атымтай жомарттың байлығы тек мал дүние емес, жүрегінің жомарттығы еді.